Қазақстан үкіметі Көкшетаудағы жылу электр орталығын өз күшімен салу жөнінде шешім қабылдады. Бұған дейін бірегей жоба Қазақстан мен Ресей арасындағы келісімге сай жүзеге асырылуы тиіс еді. Бірақ көрші мемлекеттің кідіруіне байланысты үкімет тапсырмасы бойынша жобаға қажет қаржы бөлініп, Самұрық-энерго құрылысты бастап кетті. Аймақ басшысы Марат Ахметжанов пен Самұрық-энерго акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Қайрат Мақсұтов құрылыс алаңына арнайы барып жұмыс барысын тексерді. Қазір мұнда топырақты зерттеу жұмыстары толығымен аяқталып, жобалау жұмыстары басталды. Жылу электр орталығының қуаты 240 мегаватт және жылу қуаты 520 гигакалория. Екі жоба халықтың электр және жылу энергиясына деген сұранысын толық қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл өте маңызды жоба. Бұл енді президенттің тапсырмасы аясында жасалып жатқан үлкен іс-шара. Қаланың кеңеюіне, қалада бір өндірісті жасауға өзінің бір ықпалын тигізіп отыр. Нысан 300 гектардан астам аумаққа бой көтереді. Мұнда газ тарту жүйесі, күл үйіндісі, мазут шаруашылығы мен көмір қоймалары салынады. Станция Самұрық-энергоның еншілес компаниясы Көкшетау жүйе салады. Құрылыс кезінде заманауи Қытай жабдықтары қолданады, сондықтан станцияның энергия тиімділігі жоғары, ал экология әсері төмен болады. Біз бүгінгі таңда болашақта станцияны қуат кеңейту мүмкіндігін қарастырып жатырмыз. Осы мақсатта қажетті инфрақұрылым нысандары салынады және энергия керек болған кезде қосымша энергоблок салынады. Жобалаушымен бас мердігер облыс әкімі мен Самұрық-энерго басшысына жұмыстардың орындалу барысы туралы баяндады. Сондай-ақ қажетті жабдықтарды дайындау үшін зауыттарға да тапсырыс берілді. Жалпы жоба бойынша нысан 2028 жылы пайдалануға беріледі. Абзал Заматұлы, Виктор Полянный, Көкшетаудан 24 KZ.